Рұқсат болса, бірнеше күннен кейін күшін жоятын ата заңымыздың белгілі бір баптарын белшесінен бұзғым кеп тұр таң атпай. Қасым-Жомарт Тоқаев қандықол қылмыскер, жансыз өлексе, билікті сақтап қалу үшін 2022 жылы қаңтарда өз халқын аяусыз өзге елдің әскерімен қырып, билікті сақтап қалған орысқұл, қытайқұл, бірақ қазаққа мүлдем жат бір жүрген өлексе. Әрине, бұл сөздерім үшін мен соттап жіберуі мүмкін, бірақ мен одан қорықпаймын. Тоқаевтың айналасында жүрген евнухтар, мен күрес жолында жүрген кезде бала көтеріп, сол балаларды бүгінгі күні өсіріп жатырмын. Күрескердің ақ сүтін ішіп өскен балалар. Менің ұлдарым өскен кезде сендер евнухтар, әкім, депутат, министр, прокурор, КНБ жүрген боққарындар. Менің ұлдарым арлан болады. Сол кезде сендер Тоқаев сияқты өлексеге айналасыңдар. Соны ұмытпаңдар. Жан басына шаққандағы айлық кіріс табысы мол, жалғыз басты, мойнында екі баласы өзінің атына жазылған. Мен үкіметтің көзіне жексұрын болып отқан, міне азық түлігім осы. Мына сорпаны қай бір күні қайнатып балаларға, кішкене ет жемесе де сүйектің сорпа ішсін деп қайнатып сменнің алдында пісіріп кеткем. Сменнен келіп манты кішкене шекте бір 4-5 манты қалыпты. Менің туған 4 баламның бұл үкіметтен сұрары бар. Менің 4 балам, мен қандай болсам да, мен 4 баламның азаматтық құқықтары бар. Омбудсмендер қайда қарап отырсыңдар? Қырылған ақша аласыңдар ғой сол жұмыстарың үшін. Типа Қазақстан бәрінің құқығын қорғаған мемлекет біз деп. Ана Тоқаев жалмауыз жексұрынның бағып отқанына жылқысы бар ғой, әлемге сыйдырмай, мобилограф жалдап, оған қора салдырып, бағып отқан жылқысының бір күндік тамағы менің 4 баламның жеп отқан тамағынан құны көп. Мысалға, міне, тас төбелерің ойылғанын күтем. Жаңа Қазақстан мен ескі Қазақстанда отырғандардыңшы, құрылтайларымен қоса тас төбелерімнің ойылғанын күтем, және соған өзімнің атсалысып тас төбелерінің ойылғандарын тышқан боп кеше бір рет көрдіңдер ғой, тығылып. Міне, жан басына шаққандағы міне азық түлік 4 балаға көп екен маған. Жатып ше, жалқау, қаңғы бас, еркектен еркекке секіріп, ночной клуб жағалап, караоке бар жағалап жүрген біреу болсам мақұл екен. Қайтсем де законопослушный гражданка болып, өзімнің Алланың алдында жөнді ұрпақ қалдырып, мемлекетімнің, халқымның алдында жөнді ұрпақ қалдырайын деп жүріп, шырылдап жүріп, міне, күйіміз осы. Мынау Тоқаев және оның айналасындағы евнухтар. Тас төбелерімнің ойылғанын мен күтем, және соған өзімнің жаңағы атсалсам бұдан кейін. Жанымды бұған осы уақытта қинағанымнан артық қинай алмаймын. Осы мемлекетте туылған 4 баламды адам қылып өсірем деп. Үкімет үшін тудым. Үкіметтің міндеті бірінші бапта жазылған ең басты құндылық адам деп. Менің балаларым сол есепке кіреді. Түгін, түсіріп ал. Кеп тұрған, жағысына. Түнін бір уағынан күндізге емесі мен? Нелерің қайда? Қағаздарың қайда ана? Қағаздарын көрсетіңдер ме? Бауыры, бершіш. Шықпаймын, кірінде бері. Келекпен, жігітші айдам мен, бауырым. Осы жерден тілініп тұп бар ғой. Жоқ, түсініп тұрмын, онда барып сендер өтірәңгілер күндіз жігітші айдам. Тәңірден келіңдер, тәңірден барам мен. Барады, тәңірден барады, түнің уағында. Түнгі сағат 12-ден қандай немене оның ма? Ол отырған жоқ қой ешкім, ол сөздің жаны бар. Шықпаймын мен ол жерге. Мен шыққан кезден бар ғой. Тәңірден барады, қол қойып береді. Атың кім еді сенің? 2 минутқа шықшы бері қарай. Барып келеді.
Beri çıkış Bauurcan. Men de түсір ал бері. Маған түсір. Табылғы міне осы жерде міне заңсыз 4 адам келіп тұр қазір. Егер күш қолданатын болса, мен өз-өзіме қол жұмсаймын міне. Қолымда бәрі тұр міне. Күш ешкім қолданып тұрған Жоқ, жоқ. ол Міне күндіз күш барады, қолданып, мен түнгі заңсыз деген түнгі сағат 12-де мына. Осылай заңсыз келіп тұр міне. Бері çıkış da дейсіз. Мен де жібергім келмей тұр оны деп біліп тұрмын. Ол солай нәрсе. Түнгі сағат 12-де келген не? Ертең барады, ертең күндіз. Қол қойып алдында барды ғой, шақырды. Қол жазып берді. Барады ол. Ақымақ емес ол, біліп тұр ол. Жолдардың бәрін Мен біледі. сендердің Заңда әңгімелеріңді біледі ол. білемін. Не үшін әкепсіңдер? Мен соны қағазын әкеп беріңдер маған. Көрсетіңдер осы жерден. Алдында ордермен келеді. Міне. Ордерлерін көрсетіңдер. Ордер емес саған. Не қайдан? Не деуші еді анау? Біліпсің ғой сен өзің конкретно. Кеш бері қарай Бауыржан. Келмеймін мен. Бері қарай кір. Бауыржан бері қарай кірші. Бері қарай кір деймін мен саған. Çıkış beri қарай Бері Бауыржан. қарай кір. Таңертеңгісін барады, қолын қойып береді. Ол ешқайда бармай, өзі маған сөз берген. Давай, айналайын. Жоқ. Айтсам, апай мен қойдым осыдан дейін. Мен шығып жүрген жоқ, міне 1 жыл болып қалды. Шығып та жүрген шынымен. От шықса, бізде қоймаймыз, біз айтып жатырмыз. Ол барады. Таңертең бар десе барады. Түнде не деген жұмыс? Күндіз істейтін жұмыстар, түнде де бола бермейді. Ол бір қылмыс деген жоқ. Круглосуточно жұмыс. Ертең төлейсіздер. Бізде врачтарда жұмыс круглосуточно. Күндізден бері қайда жүрсіңдер ғой? Жұмыстан жоқ. 12-де қандай заң бар ғой? Заңсыз келіп алып кететіндер. Қағаздарың қайда? Әкелсеңдерші қағаздарыңды. Келіп көрсем қағаз. Қазір жіберіп береді. Қазір жіберіп береді. Келсеңші бері қарай қағаз көрсем Бауыржан. Жоқ, сен көрсет енді бері қарай бірінші. Еді мен оны күтіп отырмын екен қазір, сендер ойбай әкеп тастайды екен. Мен сенбеймін бәрі. Неге? Сол сенбеймін. Мен өкіметке сенбеймін қазір. Шыны керекші. Адам баласына сену қиын қазір. Ал мен видеоларын жіберемін. Мен сізге жігітше айтамын, Бауыржан. Маған бәрібір мына қан төгу түк емес мына. Осы жерде мен мына қан сендер үшін осы жерде заңсыз әкеп түсемдер ме? Заңсыз алып кететін ешкім жоқ. Кеш бері қарай түсіндіреміз. Повестка керек па? Повестканы көрсем кеш. Повестканы әкел бірінші көрсет. Қазір жібереді. Қазір жібереді. Ол жіберген емес, маған жазбашасын әкеп көрсет маған. Әкеп береді. Сол повесткалармен Ертең барады. Айттыңдар ма, ертең осындай жерге кел деп Бауыржан. барады ол. Мен саған жігітше айттым мен, повестканы алып келдім. Салам алейкум. Бауыржан. Ертең барады, болды. Ертең күндіз келді таңертең. Таңертең келіп алып. Сәке берді. Жоқ, мен шықпаймын. Мен ертең